Намазды көзді жұмып оқу макрух болып саналады. Макрух болады, әдейі көзді жұму. Ол енді рас, бір адам айтатын шығар, мен көзімді жұмсам, көбірек Құдайды еске түсірем, көбірек көңіліме келеді дейді, бірақ ол ары бері не қылмайым дейтін шығар, бірақ дегенмен өмір күрестен тұрады, біріншіден. Сол күрескенің үшін сауап аласыз. Екіншіден, намазда көз жұмып тұру туралы бір хадис келмеген, көзіңді жұмып тұр деп. Сол үшін бұл намаздың амалдарынан болмаған нәрсе. Ал енді үшіншіден, адам мен мынандай қаласам, мынандай болады екен деп, құлшылықтың ішіне жаңа нәрсе кіргізгені дұрыс болмайды. Мысалы, біреу туалетте отырғанда мүмкін оған илхам келетін шығар, яғни не келетін шығар, жаңа дегендей, не дейді, шабыт келетін шығар. Сондай оны туалеттен шықпай қою керек емес қой ол адам. Сол сияқты мен көзім жұмғанда маған шабыт келеді деу дұрыс емес. Ол жаңа көзі ашық күйінше намазын оқу керек.